Бүгін біз сукунды нун мен танвинге қатысты ережелерді жалғастырамыз. Бүгін 7-ші дәріс идғам. Идғам дегеніміз не? Идғам дегеніміз бір харфті екінші харфтың ішіне кіргізіп оқу. Идғамның мағынасы қосу, қосарландыру деген мағыналарды білдіреді. Идғам неше түрлі болады? Екі түрлі: ғұнналы және ғұннасыз. Ғұнна дегеніміз не? Танаудан шығатын дыбыс. Ғұнналы идғамның харфтері нешеу? Төртеу олар: я, мим, нун, вау әріптері. Бұл жерде жаттауға ыңғайлы болу үшін ямну деген сөзді жазып қойған. Яғни осы сөздің ішіндегі әріптер ғұнналы идғамның харфтері. Ғұннасыз идғамның харфтері нешеу? Олар екеу болады: ро және лям харфтері. 8-ші дәріс ғұнналы және ғұннасыз идғам. Ғұнналы идғам не? Сукунды нун яки танвин, я, мим, нун, вау харфтерінің біріне жолыққанда нунды сол харфтың ішіне кіргізіп танау арқылы оқу. Мысалы, мин, мә, ин деген сөз. Мына жердегі сукунды нун мына жердегі мим әрпіне жолығып тұр. Мим әрпі мына жерде ғұнналы идғамның әріптерінің ішінде бар. Сондықтан сукунды нунды осы әріптің ішіне кіргізіп танау арқылы оқимыз. Яғни нун әрпін мим әрпіне айналдырамыз да және танау арқылы кішкене ұстап тұрамыз. Мим, мә, ин деп. Екінші мысал: хайрон, ярох деген сөз. Хайрондағы тануин я әрпіне кездесіп тұр. Я әрпі ғұнналы идғамның әріптері. Сондықтан хайрондағы соңындағы тануин нун әрпін яй әрпіне ауыстырып танау арқылы оқимыз. Хайрон емес, хайрой ярох деп оқылады. Ғұннасыз идғам не? Сукунды нун яки танвин, лям, ро харфтерінің біріне жолыққанда нунды сол харфтың ішіне кіргізіп ғұннасыз оқу. Мысалы, жаңағы сукунды нун рисқон ләкум деген сөз. Рисқондағы соңындағы нун әрпі лям әрпіне ауысады, бірақ ғұннасыз оқылады. Рисқол ләкум деп. Мин роббихим деген сөз. Сукунды нун ро әрпіне ауысады, бірақ ғұннасыз оқылады. Мир роббихим деп. Келесі 9-ші дәріс ихфа. Ихфа дегеніміз жасыру, тығу деген мағынаны білдіреді. Ихфа харфтер қанша? Олар 15. Жаңағы изхар, иқлаб, идғам харфтеріне кіретін харфтерден басқасының барлығы ихфа харфтері болады. Ихфа дегеніміз сукун нун мен танвиндердің бірі мына 15 харфтың біріне жолыққанда нунды сол харфтың шығатын жеріне жасырып аздап танау арқылы оқу. Мысалы, ақирон фахабали деген сөз. Ақирондағы танвинді фәннің шығатын жеріне жасырамыз және танау арқылы оқимыз. Жасырамыз деген қалай түсінеміз? Фақирон дегенде нунды айтып атқан кезде фны айтуға дайындалып тұрамыз. Яғни ерніміз, аузымыз фның қалпында тұрады және танау арқылы оқып атамыз. Фақирон деп тұрған кезде уже фны айтуға дайын тұрамыз. Сосын фахабали деп бірден айтып кетеміз. Ақирон фахабали деп. Бұны қазір түсіндіремін. Мин қобалу деген сөзде сукунды нунды айтып атқан кезде танау арқылы айтамыз және танау арқылы айтып атқан кезде аузымыз, ерніміз қонның қалпында тұрады. Қон махражы қай жерден шығады, сол жерде тұрады. Мен қобалу деп. Мен қобалу. Бұның барлығын сукун нун мен танвинге жолыққан кезде танау арқылы оқимыз. Мына жерде мысалда ақирон фахабали деген сөз. Ақирон дегенде ны бүйтіп шығарамыз. Ны деген махражына байланысты. Ны деп. Бірақ мына жерде ақирон деп айтып атқан кезде уже аузымыз фның қалпында тұрады. Бұл былай, ф деген былай шығады. Ф деп. Үстіңгі тісіміз астыңғы ернімізге тиеді. Ф деп. Сен ақирон деп атқан кезде сол фның қалпында тұрады аузын. Ақирон фахабали деп уже фны айтуға дайын тұрасың. Ақирон фахабали деп айтпайсың. Ақирон фахабали деп айтылады.
Min qobelu деген сөзде min qobelu деп айтылмайды. Мына жерде аузының махражына өте қатты мән беріледі. Бұл жерде min деген кезде қо қай жерде тұрады? Қо дегеніміз тіліміз таңдайымызға тиіп тұрады. Сондай қалыпта тұрады. Min деп айтып жатқан кезде н-ның шығатын жеріне, яғни тілімізді үстіңгі тісімізге тигізбейміз. Керісінше қофтың қалпына келтіреміз. Тіліміз таңдайдың жоғарына тиіп тұрады. Min qobelu деп. Min qobelu деп айтпаймыз. Min qobelu деп айтпаймыз. Min qobelu деп айтамыз.